Бүгін бар ертең жоқ болар, уақыт бәрін ноқталар. Бесіктен шыққан жолаушы бейітке барып тоқталар. Жолдағы көрген қызығын түсінбе екен деп қалар. Осы дүниеде сары көздей сағыныш ұялаған жүректер қаншама десеңізші. Сағыныш біреуді торықтырса, енді біреуді үміт жетегіне жетелейді. Бұлай болуы өмірдің заңдылығы. Әр пенде өмірінде сағына әлде біреуді тоса білмесе, онда оның жүрегінде селт еткен сезімнің жоқтығы болар. Сондықтан біз де бір адамды сағынып жүрміз. Ол кісі күн нұрындай бар жылулықтың иесі, баршамыз асқар тауға теңейтін әкеміз Шаймергенов Лекер Шаймергенұлы. Әкеміз 1926 жылы 15 қазанда Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы Мәдениет ауылында туды. Жерлестерімен бірге 18 жасында отан қорғау үшін майданға аттанған әкеміз отбасындағы жалғыз ұл еді. Ауылдан жиналған кілең боз балаларды бірден майданға кіргізбей, Алматыда 2 ай дайындықтан өткізеді. Кейін оларды атақты 290 дивизияның 878 полкының құрамына жібереді. Әскери жаттығуларда көздегені мүлт кетпеген әкеміз жаумен шайқаста зениттік ротаның құрамында ГАЗ АА полуторка автомашинасының қорабына орнатылған 3 тағанды ДЧК пулеметі мен жаудың талай ұшағына оқ жаудырып, қара түтінге көміліп, арқырай құлаған жау ұшақтарын көріп, кеудесін мақтаныш кернеп, осылайша майдан шебінде шыңдалады. Ол Бухенвальд лагерін азат ету кезінде көп тұтқындардың ішінен 2 қазақ жігітімен боздап көріскен кезеңін ерекше тебіреніспен еске алатын. Соғыстың талай сұмдықтарын көре отырып, қан сасыған далалармен жүріп, әкеміз Елба жағалауына да жетеді. Сол Елба жағалауында тағы бір оқиға әкеміздің есінде ерекше сақталып қалған екен. 1945 жылдың 7 мамыр болса керек. 878 полкке атақты қолбасшы Кеңес одағының маршалы Георгий Константинович Жуков келеді. Саптың шетінде маршал келе жатқан бетте тұрған әкеміздің жанына келген атақты қолбасшы кілт тоқтап, әкемізге «Қай жерденсің, солдат?» деп сұрақтың астына алыпты. Маршалдың күтпеген жерден өзіне сұрақ қойғанына қарамай, әкеміз әсте бойын жинап алып, «Қазақстаннанмын, жолдас маршал!» деп мақтанышпен жауап берген екен. Әкеміздің қайсарлығына, табандылығына риза болған маршал оған қарап, «Соғыстағы жеңіс алдымен сендердің ажал мен сағат сайын алысқан ерліктерің. Сондықтан да сендер сияқты қатардағы сарбаздардың кеуделері елге орден мен медальдарға толып баратын болсын» деп арқасынан қаққан екен. Ата-бабамыздан қалған Құдай қосқан құда болады, пайғамбар қосқан дос болады деген аталы сөз бар екен. Әкеміз майданға бірге аттанған жігіттердің бірімен жолшыбай ажырасып кеткенімен, ұлы жеңіс күні Рейхстагтың алдында қайта кездессе, тағдырдың жазуымен кейін бейбіт өмірде қайта тағда қауышады. Сөйтіп, Құдайдың жазуымен бұл жолы олар майдангер жолдастар болып қана емес, қыз алып, қыз беріскен 1000 жылдық құда болып кездеседі. Ол құдасы елімізге танымал мемлекеттік қайраткер, социалистік еңбек ері Шайкин Есім Шайкенұлы болатын. 1952 жылы елге аман-есен оралған әкеміз соғыстан кейінгі бейбіт өмірде кәмә шанамызбен отау құрып,
58 жыл бойы бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп, 6 бала өсіріп, тәрбиеледі. Майданнан жеңіспен оралған 35 жыл аралығында Есіл және Қызылжар аудандарының ішкі істер бөлімдерінде абыройлы қызмет атқарды. Көп жыл жемісті атқарған еңбегінің нәтижесінде ол 1983 жылы Совет милициясының майоры шенінде отставкаға шықты. Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерліктері үшін әкеміз Жеңіс орденімен, әскери ерлігі үшін медальдарымен, ал отанына адал қызмет еткен үшін әкеміз Совет милициясының үздігі белгісімен, Қазақ СССР-ның ең үздік учаскалық инспектор атағымен марапатталды. Ұлы Отан соғысы мен ішкі істер органдарының ардагері болған әкеміз атамыз Лекер Шаймергенұлы 2009 жылы 83 жасында дүниеден озды. Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Прибрежное селосындағы көшелердің біріне әкеміздің есімі беріліп, 2019 жылы маусым айында осы елді мекенде оның құрметіне арнап Солтүстік Қазақстан облысының спортшылары мен өнерпаздарының қатысуымен үлкен іс-шара өтіп, осы іс-шара жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында мақалалар